Мына жерге тек қана қыздар бола ма или балдар да бола ма? Қыздар ғой, в основном батальон. Не ғой, бізде көп полицияның қыздары отырады. Турбалин. Бірақ бұл біздікі емес, көп полиция аяқта отырып, батальондікі тұғын бізге уақытша берді да. Хорошо, жарайды. Жарайды. Жұмыстарыңа тәттілік тілеймін. Ал ерке, мына жердің бәрі қоғамдық орында, мына жер. И тем более мынау қазір бәрі құрғап жатыр. Мынаның бәрі. Осы құрғап жатқан кезде мына жерге темекінің бәрі тастапты да. Құдай өзі сақтасын, мына жерде егер де бір өрт болып кететін болса, не болады? Жоқ, аға, біздің көзімізше ешкім темекі шекпейді. Жарайды енді ана камераны аштырайық та. Уақытта шығады, ашып көре беріңіз, пожалуйста. Уақытта шегенде. Соны басшыларыңызға айтайық, басшыларыңызға өтініш жатайық. Мынаны кім шекті? Соны табыңдар. Сосын мына жерге артында орнай емес, арнайы бұрма болады, ширек қойып қойғандар мына жерге. Сөйтіп ана ішіне темекі тастапты, оның ішінде пашкіне қойып тастаған. Мына артының бәрі темекі жатыр. Бұл көпшілік орын сендер енді заңның адамдары емес сендер ме? Сендер осы тәртіпке қарайтындар. Жоқ, аға, біз енді қыз баласын шекпейді. Бұяқта тек қыздар. Не бар? Енді біз білмейміз ғой енді оны. Түнде не болып жатыр, күндіз не болып жатыр. Сіздерде командирлеріңіз азамат па или медет па? Сіздерге қарас. Нұршылов Нұржан. А сіздер бөлек болады ғой сондай. Полицияда бөлек қой. Командирдің батальонның